Сені бекер тудым, өліп қалуың керек еді, өмірімді құрттың. Албасты сормаңдай деп, ішімдікке тойып алып жылаған анамның сөзіне етім үйреніп кеткен. Мен үшін бұл таңсық емес, әдеттегі кеш, қап-қараңғы түн. Пеш жанында жылу іздеп бүрсең қаққан мен. Есіктің ар жағынан шыққан бөтелкенің шылдыр еткен даусы бұл кештің бастауы екенін білдіреді. Бастапқыда үркіп, жүрегім сырқ ете қалатын. Қазір жай ғана үнсіз отыра беремін. Бәрі қайталана береді. Бүгін де талай рет маскүнем анамнан таяқ жеп, артынша жылап еңіреп, құшағына алатын жалғыз осы анам ғана. Ішімдік ішпесе, анам өте мейірімді жан. Күні бойы кешірім сұрап, көгерген жерімді сүйіп еркелетеді. Балам, мен жындымын ғой, мен сені жақсы көрем дейді. Сол сәтте менің де жүрегім босап кетеді, жылағым келеді, бірақ көз жасым таусылған. Талай рет мені балалар үйіне өткізгісі келді, бірақ мен жылап бармадым. Анамның аяғына жалынып, аш болсам да анамның қасынан кетпедім. Мен кетсем, анам әлдеқашан өмірден өтер еді, ал мен жетім қалар едім. Талай рет балалар қорғау үйімі келді. Олар да ана ғой, мен сондай мектеп оқушысы болсам да, оларға жалынып, мені әкетпеңіздерші, мен кетсем анам өліп қалады. Анам өлсе, мен де өзіме қол жұмсап өлемін. Жалынып сұраймын, мені әкетпеңіздерші деп, аянышты түрімен талай рет ол жаққа бармадым. Менің өмірім анамның көз жасынан басталған. Анамның ішімдікке салынуы жай ғана жаман әдет емес, ол тағдырдан алған терең жараның салдары. Бұл оқиғаны күніге естіп өскен мен енді сіздермен бөліспекпін. Себебі мен зорлықпен дүниеге келген қызбын. Барлығы баяғыдан анамның балалық шағынан басталады. Анам ауылда қарапайым отбасында өсті. 3 ағасы мен 2 сіңілісі бар. Атам мен әжем де көпшіліктен ерек емес, момын, еңбекқор жандар еді. Олар көршілерімен жақсы араласатын. Анам кішкентай кезінде көрші үйдің баласына бесіқұда болып қойылған екен. 2 отбасы сол кезде-ақ екеуін бір-біріне лайық көреді. Уақыт өте анам бой жетіп, көршінің баласы да есейеді. Тағдырдың бір ғажабы ма, әлде шынайы махаббат па, екеуі шынымен бір-біріне сүйіп қалып жасырын кездесе бастайды. Анам бұл жайлы көп айтатын. Ағаларым қатты қатаң еді, сондықтан талай рет жасырынып кездесуге шығатынмын деп күлімсірей, бірақ жанарында мұң қалатын. Ол жігіт анамның алғашқы махаббаты болған. Көңілдерінде үміт пен арман болатын. Бірақ өмір бәрін басқаша шешті. Олардың бақытты болуына бір жағдай кедергі болды. Көрші жігіт пен менің анам 9-шы сыныптан бастап бір-біріне ғашық болып, ата-аналар да біліп қуанған екен. Олар сондай бақытты болған. 11-ші сыныпты бітірген бойда үйленеміз деп уәделескен. Бірақ өмір ғой, адамның емес, Алланың дегені болады демекші. 11-ші сыныпты әне-міне бітіремін деп отырғанда қайғылы жағдай орын алды. Менің нағашы әжем мен атам жол апатына ұшырап, байғұс әжем марқұм болса да, атам мүгедек арбаға таңылған жарымжан кісі болды. Анам әрине қатты қиналып, жалғыз өзі әкесінің барлық жағдайын жасап, сіңілдеріне қамқор болған екен. Үйдің үлкен ағасы да сол бір қайғыдан көп ұзамай, балық аулаймын деп мұзға түсіп кетіп, марқұм болды. Айналдырған қыстың 2 айында анасы мен ағасынан айырылған бұл отбасы қатты қиналды. Ұлының жаназасына шыдай алмаған байғұс әкесінің қан қысымы көтеріліп, тілі күрмеліп, құлағы естуден аяқ-қолы тартылып, тіптен нашарлап кетті. Отбасын асырау үшін 2 ағасы бар тірлікті менің анама тапсырып, қалаға жұмысқа кетті. 1 ай сайын 2 ағасы кезекпен келіп ақша келіп тұрды. Ол кезде қолма-қол ақша ұстайтын заман еді. Ауылдың магазиніне 1 айға дейін қарызға зат алып отыратын.
Ол аздай ара-тұра әкесі де ауырып, скорыймен қалаға жиі барып келіп жүрген бойжеткен. Ол менің анам еді. Ең өкініштісі, мектеп бітіруіне 2 ай қалғанда маған жүкті болды. Март айы болатын. Әкесінің ұстамасы ұстап, скорыймен жедел қалаға жеткізіп, ауылға қайтарда скорыйдың көлігі бұзылып, ертең қайтатын болған. Содан ауылдың автобусын іздегенде ол да кетіп қалыпты. Ауылда қалған сіңілдеріне алаңдаған бойжеткен не істерін білмей тұрғанда көрші аға, яғни ғашығының әкесіне көріп қалады. О, Ажар, ауылға қайтасың ба? Әкең қалай, жақсы ма деп жағдай сұрасып кетті. Сол күні әлгі көрші аға әдейілеп кеш қайтуды арнайы жоспарлап жұмыстармен жүріп алған. Кеш бата әзер дегенде ғана қаладан ауылға қарай көлігін бұрып жүре бастады. Ауыл мен қаланың арасы 1 сағаттық жер. Ауылға қарай жүргеніне 20 минут болғанда көлік басқа жаққа қарай жүре бастады. Басында ешқандай арам ойы болмаған Ажар алаңсыз отыра берді. Көлік тоқтап, өз әкесімен құрдас жігітінің әкесі. Ажар көліктен түсе тұршы, көліктің артқы балоны жарылып кеткен. Артқы жағын жөндеп алайын я деп көліктен алдап түсірді. Көліктен түскен жас қызды әлгі сұмырай аймалап, аузын күректей қолымен басып, сол жерде өз қалағанын жасап, бір жерінің айызы қанғанша жас қызды әбден пайдаланып, ешкімге айта алмайсың, егер бұл шындықты айтсаң, 2 сіңіліңе де осындай азап шектіремін деп қорқытқан екен. Болашақ келінім деп бесікте құда болған Ажарды аяусыз қорлаған ол, көрші еркектің бір сәттік ләззаты, өмір бойына дақ пен қарабақ болған ол мен едім. Менің туған әкем адам деуге келмейтін аюан еді. Сол бір сәттік қорлықтан анам мені көтерген. Жас болғасын ештеңе білмеген де болу керек. Әлде қайғырамын деп маған жүкті екенін мүлдем сезбеген екен. Анам басындағы ауыр оқиғасын ешкімге айта алмаған. Мектеп бітірсе де, анам ғашығына берген уәдесін орындамады. Әкесінің жағдайы және өзінің қорланғанына іштей мүшіліп жүргенде 6 ай өте шыққан. Сол уақытқа дейін ішінің үлкейгенін байқамай жүре берген екен. Барлық азап, ішім ауырды деп ауылдың емханасына барып, анализ тапсырғанда анықталып, ол өсекті бүкіл ауыл болып естиді. Сонда ешқандай ақиқатты білмеген ауыл әйелдері Ажар туралы ой албасты. Шап-жас болып еркекпен жатуды білгенше, мүгедек әкесіне қараса қайтеді екен. Ей дейтін әже жоқ, не қылсын, сосын көрші жігітін шақырып алып түнін солай өткізген да, әйтеуір бітпейтін өсек. Ажардың ағалары бар жағдайды естіп, түгін қоймай ұрсып, көрші жігіттің үйіне барып, неге қарындасымды бүлдіріп қойдың деп жағадан алды. Сол кезде Ажардың ғашығы өз құлағына сенбей, мен еш уақытта Ажарға тиіспедім, бала менен емес деп шындықты айтып ақталады. Көз жасына ерік берген Ажар ағаларына жігіттің әкесін қолмен көрсетіп, мені қорлады, баланың әкесі осы деп шындықты айтса да ешкім сенбеген. Сасқан үйрек артымен жүзеді демекші жігіттің әкесі. Мына қыз маған жала жауып тұр, ұятсыз, ұялмайсың ба? Өз баламен жасты қызға олай жасайтын ардан безген жан емес деп айқайлап қуып шыққан. Солай анам өз үйінде ағалары мен жеңгеден қорлық көріп, мені босанады. Нағашы атамды анам босанған жылы қайтыс болған. Екінші ағасы үйленіп, анам жеңгелі болады. Бірақ ол жеңгесі ол үйге сыйдырмай, анам мені алып қалаға келеді. Анамның кіші ағасы көмектесіп пәтер жалдап берген екен. Анам ішімдік ішуді тойханада жұмыс істеп жүргенде бастады. Көрші әйелдер анам секілді жалғыз бастылар. Сол әйелдер анамды құртты. Жұмыстан келгенде 100 грамм деп соңы маскүнем болды. Енді сол күйі алқаш болып алды. Осы бір арақ анамның өмірін құртқанымен қоймай, бауырлары да безді. Маскүнем бауырын тастап кетті бәрі. Я, алқаш адам еш жерге сыймайды. Бұрын қол ұшын кішкене болса да созатын бауырлары қанша жыл өтсе де іздеп келмеді. Тек маскүнем анам маған ғана керек.
Мың жерден маскүнем болса да қатты жақсы көремін. Осы анам үшін тұрмысқа да шықпадым. Бар өмірім маскүнем анаммен арпалысып өтуде. Менің тағдырым осы шығар, тағдырыма көндім.